Сәлеметсіздер ме? Шаян рак белгісінің өкілдері, менің қымбатты да сүйікті жандарым. Бұл сіздерге арналған 2026 жылға астрологиялық болжам. Қандай жұлдызнама қарау керек? Өте маңыздысы бұл күн белгісі зодиак, асцендент және ай белгісі. Үшеуін де қарау керек, себебі олар бір-бірін толықтырады. Тіпті асцендентіңіз шаян болса да, немесе айыңыз шаян болса да, бұл әсер бәрібір сезіледі. Егер сіз өз асцендентіңізді және ай белгісін білмесеңіз, видеоның астына өз инстаграмды жазып қоям, маған жекеге жазсаңыз болады. Туған күніңізді, ай жылыңызды және туылған уақытыңызды дәл жазсаңыз, сол бойынша нақтырақ жауап беруге тырысамын. Сіздерге арналған 26 жылғы жарық жұлдыз жорамал. Өзгерістер жылы. Сондықтан, егер өміріңізде жаңа бір нәрсе қаласаңыз, ол міндетті түрде келеді. Жаңалық келеді, жұмыс орнын тұрақты, тұрғылықты жерді, қаржылық жағдайы өзгеруге мүмкіндіктер туады. Енді рет-ретмен бастайық. Ең маңыздысын бастайтын болсам, Юпитер сәттілік пен кеңеюдің планетасы. Жалпы 26 жыл сіздер үшін ауқымның кеңеюінің масштабтаудың жылы болады. Ал Юпитер бақ пен жолы болудың планетасы. 30 маусымға дейін, яғни жылдың 6 айында, қымбатты шаяндар, сіздердің белгілеріңізде болады. Бұл дегеніміз оқиғалар сіздерге керек бағытта өрбиді. Сонымен Юпитер алғашқы 6 айда сіздердің белгілеріңізде болғандықтан сіздерге жол ашылады, оқиғалар жеңіл өтуі мүмкін. Сіздерді өздеріңізге ең қолайлы жерге бағыттау үшін бәрі солай қалыптасады. Тіпті кенеттен жұмысыңыздан айырылып, көңіліңіз түсіп кететін болса да, бұл одан да жақсы жұмыс табуыңыз үшін, немесе өзіңізге жұмыс істей бастау үшін, жалпы қаржылық жағдайыңыздың жақсаруы үшін берілген мүмкіндік. Сондықтан қорқынышпен бірге реакция жасамаңыздар. Бәрін осылай болуы керек екен деп қабылдаңыздар. Өйткені бұл жақсы жаққа бұрылыс. Мүмкін дәл сол бұрылыстың ар жағында сізді өте жағымды керемет тосынсый күтіп тұрған шығар. Юпитер әрине таныстықтар, романтика, махаббат, некеде күтіп тұрғанын айтайын. Жылдың бірінші жартысы неке құруға, жүктілікке, бала сүюге, сүйікті адаммен кездесуге өте керемет кезең. Шаяндар үшін жылдың алғашқы жартысы нағыз супер уақыт. Кейінірек Меркурий мен Венераның ретроградты кезеңдерінің нақты күндерін айтамын. Ол кезде некеге отыруға ұсынылмайды. Әсіресе ретроградты Венера кезінде. Той жасауға болады, бірақ ресми түрде некеге тұруға болмайды. Ал жылдың екінші жартысында, 1 шілдеден бастап, жылдың соңына дейін Юпитер сіздің ақша, қаржы, табыс секторына да өтеді. Кірістеріңіз кеңейіп, көбейеді, қымбатты шаяндар. Сондықтан сіздер нағыз жолы болғыш жансыздар. Жұмысты ауыстыру немесе мамандықты, қызмет орнын, лауазымды өзгерту ықтимал. Тіпті мүлде басқа кәсіпке бет бұруыңыз да мүмкін. Немесе өз жеке бизнесіңізді бастауыңыз мүмкін. Неге десеңіз, Сатурн мен Нептун ең маңызды екі планета. Сіздердің 10-шы үйіңізге, яғни мансап, жетістіктер, амбициялар, мақсаттар және әлеуметтік мәртебе үйіне кіреді. Бұл үй сіз кімсіз, немен айналысасыз, қоғамдағы орныңыз қандай деген сұрақтарға жауап береді. Ал осы екі планета сіздердің әлеуметтік мәртебеңізді түбегейлі өзгертеді. Сондықтан көптеген шаяндар бұл жұмыс ауыстыру, мансапты өзгерту, мамандықты немесе бағытын ауыстыру кезеңі болады. Себебі 10-шы үй сіздің қай бағытта дамып келе жатқаныңызды, қайда бет алып бара жатқаныңызды көрсетеді. Тіпті өмірлік мақсаттарыңызды
барлығы өзгеруі мүмкін. Әлеуметтік мәртебенің өзгеруі. Бұл тек жұмыс қана емес. Мысалы, неке кеше бойдақ болсаңыз, бүгін тұрмыстағы адамсыз. Немесе баланың дүниеге келуі, енді сіз ата-анасыз. Бұл ерлерге де әйелдерге бірдей қатысты. Себебі бұл жорамал екі жынысқа да арналған. Кейде ер адамдар сұрайды, бұл тек әйелдерге арналған ба деп. Жоқ, бұл барлығына ортақ. Сондықтан сіз әке, күйеу атануыңыз мүмкін. Немесе керісінше кейбіреулер үшін ажырасу болуы да ықтимал. Себебі Сатурн шындықты ашып көрсетеді. Барлығы анық, айқын бола бастайды. Егер қарым-қатынаста бұрыннан шешілмеген мәселелер, жасырын қиындықтар болса, онда бұл ажырасуға әкелуі мүмкін. Алайда Сатурн ешқашан адалдыққа, ашықтыққа, өзара құрмет пен байланысқа, махаббатқа негізделген жұптарды айырмайды. Ондай қатынастарда ешқандай қауіп төнбейді. Сатурн мен Нептун қашан кіреді? Бұл жылдың басында басталады, қаңтар айында. Нептун туралы айтайын, 27 қаңтардан бастап Нептун сіздердің жұлдыз жорамалдарыңызда 10 үйге кіреді. Осы сәттен бастап мәртебе, жұмыс, мансапқа қатысты мәселелер шешіле бастайды. Ал Сатурн ақпан айында, нақтырақ айтсақ 15 ақпанда осы 10 үйге кіреді. Бұл қысқа мерзімді транзит емес, Сатурн ұзақ процесс. Ол шамамен 2 жыл бойы әсер етеді. Сатурн іргетас қалаушы планета, ол жүйе құрады, тәртіп орнатады және жауапкершілік береді. Сондықтан 26 жылдан 28 жылға дейін, шамамен 28 жылдың көктеміне дейін бұл кезең өз бизнесіңізді құру, өз отбасыңызды қалыптастыру, үлкен жауапкершілікті өз мойныңызға алу уақыты болуы мүмкін. Бұл үрдіс 15 ақпаннан бастап қосылады. Ал Нептун мүлде басқа деңгейде әсер етеді. Ол 14 жылға кіреді. Нептун сіздің шабытқа, жан қалауыңызға, ішкі қажеттіліктеріңізге сай өмір сүруіңізді көрсететін планета. Бұл өте рухани планета. Нептун шығармашылық пен таланттармен, өз қабілеттеріңізді ашуымен тығыз байланысты. Сіз нені ең жақсы жасайсыз? Сізге шын жүректен не ұнайды? Жаныңыз нені қалайды? Міне, бағыт дәл осы Нептун бағытымен болуы мүмкін. Сонымен қатар Нептун психологияға да жауап береді. Мүмкін сіз психология саласына, эзотерикаға, дінге бағыт бұрасыз. Бұл ретриттер, санаторийлер, жаңару мен қалпына келу орындары, адамдарға көмектесу, қолдау, көрсету салалары. Бұл дегеніміз ауруханалар, медицина, емдеу, сауығу, тіпті емшілік те болуы мүмкін. Оған қоса бұл фармацевтика, шөппен емдеу сияқты бағыттар да болады. Жалпы Нептун су стихиясымен байланысты барлық нәрсені қамтиды. Сондықтан көшуіңіз де мүмкін, басқа қалаға, басқа елге, тіпті аралға немесе алыстағы жерлерге, немесе ретритке, санаторийде жұмыс істеуіңізде ықтимал. Тіпті өз ретритіңізді ашуыңыз да мүмкін. Неге көшу ықтимал? Себебі Нептун 14 жылға келеді. Бұл өте ұзақ уақыт. Қазір бастаған ісіңіз алдағы 14 жылға созылатын жол ашуы мүмкін. Мүмкін сіз ән айтуды, би билеуді бастарсыз. Мүмкін музыка жазатын боласыз, кітап жазуға кірісесіз. Яғни бұл кезең өте шығармашылыққа толы уақыт. Ал неге көшу ықтималдығы жоғары? Себебі жұлдыз жорамалдағы ең биік нүкте мансап, кәсіп, жетістік пен мақсаттар нүктесіне Нептун мен Сатурн кіреді. Бұл нүкте тұрғылықты жерге жауап беретін нүктемен аспект арқылы тікелей байланысады.
ол оны да қозғап орнын өзгертеді. Сондықтан өмір сүру мекен жайына қатысты өзгерістер болуы әбден мүмкін. Бұл басқа елдің азаматтығын алу, шетелге көшу, иммиграция, басқа қалаға қоныс аудару болуы мүмкін. Немесе бір жылжымайтын мүлікті сатып алып, бір жылжымайтын мүлікті сатып екіншісін алу. Мысалы, пәтерден үйге көшу. Тағы да бір нұсқа басқа елден немесе басқа қалаға екінші жылжымайтын мүлік сатып алу. Бұл өзгерістер отбасы мен ата-аналарға қатысты болуы мүмкін. Отбасы құрамының өзгеруі ықтимал. Мысалы, ересек балалар бөлек шығып кетуі мүмкін. Ол немесе қыз шығуы мүмкін. Немесе сіздің өзіңіздің бала дүниеге келіп, отбасыңыз ұлғаюы мүмкін. Сондай-ақ ата-анаңыздың өмірінде де өзгерістер болуы ықтимал. Анаңыз немесе әкеңіз зейнетке шығуы, көшуі, тіпті анаңыздың қайта тұрмысқа шығуы да мүмкін. Қысқасы, бұл кезеңде болатын көптеген оқиғалар көшу мен тұрғылықты жерлердің өзгеруімен тікелей байланысты болуы мүмкін. Бұл иммиграция әрі алысқа көшумен байланысты болуы мүмкін. Неге иммиграция туралы айтып отырмын? Себебі Уран және басқа да баяу қозғалатын планеталар белгі ауыстырады, ал сондай планеталар белгісін өте сирек ауыстырады. Мысалы, Юпитер белгісін ауыстырады. Юпитер біздің Юпитер сіздің белгілеріңізде және ақша секторына әр 12 жылда бір рет қана келеді. Соңғы рет мұндай жағдай 12 жыл бұрын болған. Сатурн сіздердің мансапқа жауап беретін 10-шы үйге шамамен 29,5 жылда, яғни дерлік 30 жылда бір рет қана кіреді. Соңғы рет бұл 30 жыл бұрын болған, ал Нептун бұл нүктеде бұл мүлде бұрын соңды болмаған. Себебі ол шамамен 84 жылда келеді. Ал Уран сәуір айында сіздердің 12-ші үйіңізге кіреді. Уран өзгерістер мен тосын сыйлар планетасы, сондай-ақ шекараларды ашатын планета. Ол алыс жерлер секторына кіргендіктен иммиграция мүмкіндігі жоғары. Немесе көптеген сапарлар, ұшулар болуы мүмкін. Өйткені Уран авиацияның белгісі. Сонымен қатар онлайн жұмыс, қашықтықтан қызмет ету де ықтимал. Себебі Уран интернетті білдіреді. Уран 27 сәуірде сіздердің 12-ші үйіңізге кіреді. Және ол жерде 7 жыл болады. Соңғы рет Уран бұл үйде 84 жыл бұрын болған. Елестетіп көріңізші, 26 жылы өз орындарын өте сирек ауыстыратын қаншама қуатты планеталар бірден қозғалысқа келеді. Сондықтан бұл кезеңдегі өзгерістер өте ауқымды, түбегейлі болады. Олар өмірдің негізін, құндылықтарын, дүниетанымды, мен не қалаймын, қайда бара жатырмын деген сұрақтарға жауапты түбегейлі өзгеруі мүмкін. 12-ші үй бұл өз-өзіңізді тану үйі. Бұл жылжырамалдағы ең жабық сектордың бірі. Осы кезде сіз өзіңізді мүлде басқа қырынан тануыңыз мүмкін. Мысалы, бәрі басқа тілде сөйлейтін, басқа мәдениетте бар елде өмір сүруіңіз мүмкін. Барлығын қайтадан үйренуге, жаңадан танып, білуге тура келеді. Бұл көрінбейтін дүниеге, дүниенің үйі, интуицияңыздың өзі қатты дамуы. Сіз эзотерикаға, түрлі рухани ғалымдарға қызығушылық тани бастайсыз. Таро астрология айтпақшы, Уран астрологияны символдайтын планета. Әрі қарай интернетте ғарышпен байланыспен қатысты болып жатқан өзгерістер туралы ақпарат көп. Интернет арқылы қарым-қатынас та көбейеді. Мысалы, алыста тұратын адамдармен телефон арқылы онлайн сөйлесу, бұл алыс жерлермен байланыс болуы мүмкін. Сондай-ақ сіздің
онлайн жұмыс істеуіңіз көбейеді. Себебі 12-ші үй кейде оқшаулануды білдіреді. Мысалы, адам үйден жұмыс істейді, немесе қазір қонақ үйде отырып жұмыс істейді. Айтпақшы, 12-ші үй қонақ үйді де білдіреді. Ал менде асцендент шаян белгісінде болғандықтан болашақта онлайн жұмысым да көбейіп, ұшақтар мен сапарларым жиілей түсуі мүмкін. 12-ші үй бұл жабық орындар, қонақ үйлер, ретриттер, санаториялар, аралдар, круиздік кемелер. Тек круиз емес, жалпы шектеулі оқшау орындар. Ал уранмен бірге визаларды алу оңайырақ болады. Себебі уран шекараларды ашады. Сондықтан кенеттен бір аралға, немесе Балиға, немесе Таиландтағы бір аралға, не басқа бір алыс жерге көшіп кетуіңіз мүмкін. Мүмкін сіз кемеде жұмыс істеуге, немесе тіпті теңіз кемесіне орналасуға шешім қабылдарсыз. Сонымен қатар бұл клиникалар, ауруханалар тақырыбында қамтиды. Мүмкін сіз өз клиникаңызды ашарсыз. Бірақ уран барлығы жаңашыл, жаңа форматта болатынын көрсетеді. Бұл жаңа технологиялар, жаңа әдістер, жаңа жетістіктер. Мысалы, пластикалық операциялар сияқты жаңашыл медициналық бағыттарда болуы мүмкін. Бірақ бұндай операцияларды Меркурий мен Венера ретроградты кезеңдерінде жасауға болмайды. Олардың нақты уақытын кейін айтамыз. Сондай-ақ сіз клиникаға қандай да бір жаңару, қайта келу үшін жатуыңыз мүмкін. Себебі уран жаңару планетасы. Жалпы алғанда уран барлық жаңа заманауи ғылыммен және технологиямен байланысты дүниелердің символы. Осы энергияны сіз өз жұмысыңызда да қолдана аласыз. Немесе мүлде басқа форматта қашықтан жаңа технологиялар арқылы жұмыс істеуіңіз мүмкін. Сондықтан бұл өте қызық орналасым, өйткені уран әрдайым бұрын соңды болмаған, тосынсый, ерекше нәрселерді әкелетін планета. Тағы да бір маңызды айтатын жайт бар. 12-ші үй құпиялар үйі. Бұл сіз өзгелерге айтқыңыз келмейтін, көпшілікке жария етпейтін дүниелер. Осы жерде жасырын табыс көздері пайдалы болуы мүмкін. Мысалы, уран сіздер үшін 8-ші үйдің ақшасын символдайтын болады. Бұл күтпеген, бөтен, басқа біреудің ресурстары, құпия қаржылар болуы мүмкін. Сондай-ақ интимдік қарым-қатынастар болуы мүмкін. Сіздер әлде қайда үлкен, немесе керісінше сізден әлде қайда жас адаммен бірге болуыңыз мүмкін. Уран жас айырмашылықты білдіреді. Мұндай қатынастарды сіз жария еткіңіз келмеуі мүмкін, бірақ оларды құпия сақтағыңыз келуі мүмкін. Мұндай жағдай да болу әбден ықтимал. Енді ретроградты Меркурий кезеңіне тоқталайын. Биыл шаян белгісінде ретроградты Меркурий болады. Жалпы Меркурий 3 рет ретроградты болады: балықтарда, шаяндарда және саршаяндарда. Бұлардың барлығы су белгілері, яғни эмоцияға байланысты. Сондықтан ретроградты Меркурий өткен шаққа, аяқталмаған істерге, ескі эмоцияларға қайта оралуыңызға себеп болады. Бірінші кезең 26 ақпаннан 20 наурызға дейін, ол балықтар белгісінде сіздердің 9-шы үйлеріңізде өтеді. Және де бұл шетел сапарлар, білім құжаттар тақырыбы. Екінші кезең 29 маусымнан 23 шілдеге дейін. Ол шаян белгісінде болады. Бұл сіздер үшін ең маңызды ретроградты Меркурий кезеңі. Осы уақытта маңызды құжаттарға қол қоюға кеңес бермес едім. Көлік немесе жылжымайтын мүлік алуға кеңес бермеймін, және де
жаңа істерді бастауға ұсынылмайды. Ал бұрын басталған нәрселерді қайта қарау, ой елегінен өткізу, түзету, аяқтау болады. Сондай-ақ осы кезеңде жоспарлы операциялар жасауға болмайды. Үшінші кезең 24 қазаннан 13 қарашаға дейін ол саршаян белгісінде сіздердің 5-ші үйлеріңізде өтеді. Бұл махаббат, балалар, романтика тақырыптары. Енді ретроградты Венера туралы. Венера ақшаға, махаббатқа, жайлылыққа, үйлесімге және біз сүйетін барлық нәрсеге жауап береді. Венера 3 қазаннан 14 қарашаға дейін ретроградты болады. Ол екі белгіге, екі үйде әсер етеді. 3 қазанда Венера 5-ші үйде кері қозғала бастайды. Бұл махаббат, балалар, шығармашылық тақырыптары. Осы кезде сезімдеріңіз қайта бағалауыңыз мүмкін. Бұрынғы қарым-қатынастарға ойша оралуыңыз, тіпті бұрынғы сүйіктілеріңіз қайта пайда болуы мүмкін. Яғни бұрынғы серіктестеріңіз өміріңізге қайта оралуы мүмкін. Ал содан кейін Венера 4-ші үйге өтеді. Демек, Венера 5-ші үйде кері қозғалысын бастап, кейін жұлдыз жорамалдың 4-ші үйіне қайта оралады. 14 қарашаға дейін сол жерде ретроградты болады. Ал 4-ші үй бұл үй отбасы, ата-ана, тұрғылықты жер тақырыбы. Осы кезде кейбір құжаттарға қайта ресімдеу, бір жерге қайта тапсыру, жаңа паспорт алу, отбасылық тақырыптарға қайта оралу мүмкін. Мүмкін қайта көшу, немесе тағы да бір өзгеріс, немесе қандай да бір қаржылық салымдарын қайта қарау болу ықтимал. Бірақ тағы да бір ескерем, ретроградты Меркурийде, ретроградты Венерада жылжымайтын мүлікке қатысты келісім шарттарға қол қою өте қолайсыз. Мысалы, көшуге арналған пәтерді немесе сатып алатын үйді таңдау, қарау, салыстыру болады. Енді тұтылуға келейік. 26 жылы 4 тұтылу болады. Бұл қалыпты жағдай. Тұтылу дегеніміз ол затмение. Тұтылуға себеп болатын кармалық түйіндер шілде айында белгі ауыстырады. Шілдеге дейін тұтылулардың әсері сіздерге негізінен 3-ші және 9-ші үйлер арқылы көрінеді. Бұл сапарлар, байланыс, таныстықтар, оқу, білім, көршілер, туыстар, аға-інілер мен апа-сіңлілер тақырыптары. Яғни бұл өте қозғалысты, мобильді тақырыптар. Ал шілде айында, нақтырақ айтқанда, шілденің соңында 28 шілдеде белгі ауыстырады да 2-ші үйге, 2-ші және 8-ші үйлерге кіреді. Бұл қаржылық үйлер. Ақша, несиелер, жалақы, алимент, шәкіртақы дегеніміз стипендия, табыстар, кез келген кірістер, инвестициялар, сыйлықтар, қолдау, мұралық табыстар, бәрі осы үйлермен байланысты. Бұл әсер шамамен 1,5 жылға созылады. Яғни шілденің соңынан бастап қаржыға қатысты өзгерістер басталады. Әрі қарай бұл үрдісті сіз біршама ертерек, тіпті 17 ақпаннан бастап сезіне бастай аласыз. Себебі сол кезде бірінші тұтылу болады. Бірақ қаржыға қатысты өзгерістер жылдың 2-ші жартысына әсіресе айқын көрінеді. Жалпы бұл әсер 27-ші жылдың соңына дейін шамамен 1,5 жылға созылады. Енді нақты тұтылулар күні 17 ақпан, 8-ші үйде тұтылу, басқа адамдардың қаржылары, мұра, қолдау, несие, салықтар, барлық қаржы тақырыптары. 3 наурыз, 3-ші үйде тұтылу, көлік, сапар, туыстар, таныстықтар, маңызды
байланыстар, оқу, құжат рәсімдеу мүмкін. Бұл кезеңде бір жерге көшу немесе сапар да болуы ықтимал. 12 тамыз екінші үйде тұтылу: жалақы, табыс, кіріс, ақша балансы, инвестициялар. Сонымен қатар құндылықтар да өзгеруі мүмкін. Бұрын маңызды болған нәрселер енді мәнсіз болуы мүмкін. 28 тамыз 9 үйде тұтылу: шетелдік саяхат, паспорт, виза, азаматтық, ПМЖ мәселелері. Сондай-ақ заңдық істер болса, оларда осы тұтылу кезінде қозғалады. Сондықтан қымбатты шаяндар, 26 жыл өте қызық әрі ауқымды жыл болады. Ол статусқа, қаржыға, өмірге, көзқарасқа, өз-өзіңізді тануға үлкен өзгерістер әкеледі. Жаңа жылыңызбен құттықтаймын. Жаңа жылда тек жақсылық пен қуаныш әкелсін. Сізге махаббатым шексіз. Көріскенше.